Махаббат. Интернеттен алынған әсерлі әңгіме. Мектепті бітіріп үлкен өмірге қадам басқан шағым. Жасым 16-та болды. Белгілі бір себептерге байланысты колледжге түсіп, универге оқуға жолым болмады. Есесіне көп достар тауып үлгердім. Үлкен қалада болған соң анам уайымдап, нағашы әпкемнің үйіне жатқызды. Басында жатақханаға жатпақшы болдым, бірақ үйдегілер қарсы болды. Оқудың алғашқы айлары қалаға, үлкен ортаға бейімделе бастадым. Ол кездері агент, друг вокруг деген болды ғой. Соларға үзбей кіретінмін. Қолымызда 6300 маркадағы сол кездің хит телефоны. Группалас қыздармен жақсы қарым-қатынаста жүрдім. Бірақ ішінде ең жаныма жақын бір құрбым болды. Ол жатақханада тұратын. Кейде менімен бірге әпкемнің үйіне қонып жүрді. Екеуміздің әңгімеміз таусылмайтын. Сабаққа ертемен келіп, кітапханаға жайғастық. Сабақтарымызды бір-бір қайталап болған соң телефонымызға көз жүгірттік. Друг вокругқа кірдім. Бейтаныс бір жігіт жазыпты. Бірден нөмірімді сұрады. Әдетте ондағы жігіттер басқаша оймен жазады. Бірақ бұл жігіттің бұндай талпынысына таң қалдым. Бірден нөмірімді бердім. Бірден хабарласып, кітапханада отырып сөйлестік. Бір қызық айтайын. Менің мінезім ер мінезлеу болды. Дауысым да жуандау, ал оның дауысы жіңішке екен. Хабарласып сөйлеген уақытта құрбым Аяна екеуміз ішегіміз түйіле күліп алдық. Ол бірден телефонды қойып тастады. Аяна әбден мазақ қылып оған қосыла мен де күлдім. Бір уақытта тоқтай сала ойландым. Құрсын, көңіліне тиіп қалды ма екен, әлде менің жуан даусымды естіп жүрексініп қалды ма екен, неге қойып тастады? Сол күні сабаққа кіріп кеттік. Оның друг вокругтен профилін ашып көрсем, жасы менен 8 жасқа үлкен екен. Үйленбеген, ою-өрнегі бар, ағаштан жасалған бұйымдарды салып қойғанына қарағанда сондаймен айналысады. Сол күні ол маған әлі хабарласпады. 2-3 күн өткен соң ол туралы іздестірдім. Қаланың шет жағында бір музейде қазан айының 24 күні қолөнер бұйымдарын көрсетеді екен. Ойланбастан сонда барайын деп шештім. Жаныма жақын 2 құрбымды ертіп алдым. Аяна мен Назымды. Үшеуміз музейге кіріп аралап жүрміз. Ерекше бұйымдар екен. Барлығы көзің жауын алады. Көруге тұрарлықтай. Өте әдемі бұйымдар. Қарасаң көзің тоймайды. Безендірулер, оюлар, барлығы ерекше. Әр салынған өрнектерге қарап, не деген биіктік, шексіздік, не деген құлшыныс деп таңырқай қарайсың. Менің де мұның біріне де шыдам жетпес еді. Бір жерге шығуға шықсақ, Аяна 5 минут кешіккеннің өзінде жанымды қоярға жер таппай шыдамсызданып кетемін. Ал мұнда қаншама еңбек, көз майын тамызып жасалынған дүниелер. Аралап жүріп, өзіміздің не үшін келгенімізді ұмытып кете жазадық. Әлгі жігіттің друг вокругтегі суреттеріне қарап, оны іздей бастадым. Қарайған адамның ішінен оны табу қиынға соқты. Сонда да өтірік бұйым көріп жүргенмін. Жан жаққа шолу жасап, көзбенен іздестірдім. Бір кезде тапқандай болдым. Қобалжып кеттім. Телефондағы суретке қарадым. Және көз алдымда тұрған бейнеге қарадым. Ұзын бойлы, арық келген, өңді, Нұрлан Еспановтың шашы сияқты, бірақ оныкіне қарағанда қаралау. Басқаны қайдам өзіме ерекше көрінді. Оны қарап біраз тұрып қалыппын. Жанымда Аяна мен Назым күмбірлеп бірдеңелер айтып жатыр. Түсінбей мен оларға қарап қалыппын. Кенет Назым іздеп жүрген жігітіне бас айналып тұрғанда, сенен бұрын басқа біреу айналдырып жатыр ғой, демесі бар ма? Қасында сендерге оны көрдіңдер ғой, ұзын бойлы жігіт екен, сымбатты екен, дей беріппін. Олардың сөзін елемегендей болып, сонан оған қайта қарағаным сол еді, жанында расында бір қыз тұр екен. Екеуі кәдімгідей шүйіркелесіп, күліп әңгіме айтып тұр. Оларға тесіле қарап қалыппын. Кәдімгідей ашудан жарылайын деп тұрмын. Бірақ неге? Ол жігітті танымаймын. Жай симпатиямен маған жаза салды. Еше сөйлескенде де мазақ қылғандай әбден күлдік. Арамызда ештеңе жоқ қой. Өзіме бұл сұрақтарды қайта-қайта қойдым. Көп тіпті не істерімді білмедім.
Менің қарап тұрғанымды байқап, жанындағы қыз да оған одан сайын жармаса бастады. Мен түк түсінбедім. Жүріп жүрген қызы шығар деп ойладым. Сол жерде тұрып, ол туралы барлығын іздестіре бастадым. Қызымен түскен фотосы бар болар деп ВК, Инстаграм, Фейсбук бәрін қарадым. Бірақ анасы мен әкесінен басқа ешкімді көрмедім. Ол қызы көріп, қызғаныштан өртеніп, кетейік деп едім. Аяла мен Назым сәл күтейік, бір нәрсе болайын деп жатыр деді. Ортаға бір кісі шықты. Түрі таныс. Ұлым екеуміз жасаған қолөнеріміз деп түрлі бұйымдарды көрсетіп жатыр. Сөйтсем, ол әлгі жігіттің әкесі екен. Өзі әкесінен ұқсаған екен. Әкесі екеуі айнымайды. Бойлары ұзын, сымбатты. Оларға қарап есім кетіп отырғанда, әлгі қыз шошаңдап бір оның қасына барып, қайта-қайта ашуымды туғызды. Ашуым шығып, Назым мен Аянаға кетеміз деп кетіп қалдық. Автобусқа отырғанша үндемедім. Біреу сөйлесе айқайлап берейін деп отырмын. Ойлап отырған сол еді, кондуктор келіп, за проезд береміз деп қайта-қайта айқайлап есімді шығарды. Өзім ашуым шығайын деп, ішім қыз қайнап отырғанда, сонша неге айқайлайсың? Тегін мініп кетеді дейсің бе? Береміз 50 тиыныңды деп ашуымды шығарып бір жеңілдеп қалдым. Тағы басқа не айтқанымды білмеймін. Бәрі жан-жағымда маған бадырайып қарап қалған. Автобуспен әпкемнің үйіне Аяланы ертіп бірге түстік. Ал Назым өз үйіне кетті. Аяла жатақханада жалғыз өзі болғандықтан оны жаныма шақырдым. Үйге келсек, үй бұғып жатыр. Әпкем жоқ. 3 бала шағасы жылап жүр. Сырттарынан құлыптап кеткен. Маған хабарласып ескертпегенде. Кеткеніне біраз болған-ау, себебі балалар шошып қалған. Қарындары аш. Мен үйді жинадым. Аяла теріс арада тамақ жасап берді. Балаларды тамақтандырып, өзіміз тамақтанып, боламыз дегенше кеште батты. Балаларды ұйықтатып, ыдыстарды жуып жатқанда есік ашылды. Әпкем мен жездем келіпті. Келе сала әпкем қуанып, сен келетініңді біліп қой. Жұмысымен асығыс шақырып алып, зарядкамда өліп қалыпты. Саған хабарласа алмадым. Балалар ұйықтап қалды ма деді. Күндізгі ашуым басылмаған, бірдеңе деп сөйлейін деп едім. Аяла қолымнан ұстап қалды да, әпке, онымен еріп келгенім жақсы болған. Екі жақта барлығын жасап тастадық. Балалар ұйықтап қалды. Енді бірге сабақ орындаймыз. Бірігіп жасайтын презентациямыз бар еді. Мен мұнда сол үшін келдім деді. Аяланы ертіп басқа бөлмеге кірдік. Аяла төсек салып жүр. Мен болсам ызбайланып әл отырмын. Бүгінгі күн мен үшін сәтсіз өтті. Екеуміз сабақ орындадық та бірден ұйқыға кеттік. Қатты шаршаппыз. Түн. Кенеттен соғылған қоңырау оятты. Сағатқа қарасам, түнгі 3:45 кетті. Сәлем деді. Таныс дауыс. Оның бір кім екенін іштей сезіп тұрмын. Күні бойғы ашуымды тарқатқандай болды. Оның дауысы құлағыма жағып барады. Екеуміз біраз әңгімелестік. Ол мені музейде күндіз байқаған екен. Бірақ мен оны көрді деп ойламадым. Бар ойым әлгі қызда болды. Оны сұрауға бата алмадым. Екеуміздің қанша уақыт сөйлескенімізді білмеймін. Әйтеуір таң ата ояныппын. Сөйтсем телефонды құлағыма тақаған күйі ұйықтап қалыппын. Сағат 8-ден 5 кетті. Аяла ана жақта таңғы ас дайындап жүр. Әпкем мен жездем жұмысқа кетіп қалыпты. Аяла келіп, тез-тез тамақтанып алайық, балалар тамағын ішті. Үлкенін мектепке, екеуін садикке апаруымыз керек. Сабаққа кешігеміз, бұл тұр деді. Мен болсам маужырап, орнымнан сүйретіліп әрең тұрдым. Аялаға таң қаламын. Біреудің тірлігі ғой, неге сонша бәйек болады екен? Әпкем мен жездемде қызық. Біз нянамыз ба? Еще ол кісілер мен ай сайын пәтер ақысын төлеймін. Келерде солай келіскенбіз. Бүгін қайта бірінші пар болмайды. 9:45-те оқуда болуымыз керек. Екінші сабақтан барамыз. Кейінге шегерген бе білмеймін әйтеуір. Балаларды сабағына, садигіне апарып оқуға да үлгеріп бардық. Барып алып барлығын сабақ оқып отырғанда мен ұйықтап кетіппін. Мұғалімнің айқайлаған даусынан шошып ояндым. Сабаққа келдің ба? Демалуға келдің ба?
деп ұрсып кетті. Кешірім сұрап, келген лекцияны қайталап, сабаққа бет бұрдым. Бет бұрысы оңай емес қой. Ойымның бәрі басқа жақта. Аңдығаным телефон. Бір уақытта WhatsApp-тан SMS келді. Қалайсың? Кешке қолың бос па? 5-терде алып кетейін, бірге тамақтанайық. Бірден иә дегім келді. Бірақ әпкеме не деймін? Үйге кешігіп барсам, дереу анама жеткізеді. Не істесем болады деп ойланып отырдым. Аяла құрбым, өз өмірің не істесең де байға тимей жатып біреудің жағдайын жасау дұрыс емес. Жолық, жақынырақ танысыңдар. Мүмкін бағың шығар. Мен бүгін жатақханада боламын. Хабарласып тұр. Уайымдатпай деді. Соған тәуекел деп оқудан шыққан соң үйге бардым. Үйге келсем тура кешегідей, бәр жайрап жатыр. Балалар ойнап жүр. Бәрін реттеп әпкемдердің келгенін күттім. Кешеден кештеу келді. Сағат кешкі 6 болды. Мені 5-ке шақырған. Қайта-қайта WhatsApp-тан жазып жатыр. Қазір әпкеме айтамын, былай айтамын деп отырған менің аузыма құм құйылды. Телефонға қарасам Аяла жазыпты. Қалып кетпей бар, өзенің өртеніп жүрмесін. Кешегі күйімді көрген соң қалып кетті деп ойлап отыр ғой мені. Өзімді қолға алып әпкеме мен қыдырып қайтамын деп үйден шығып кеттім. Үйден шықтым деп жазған сол еді, қай жерде тұрған жерімді сұрап, дереу осында келді. Есігін ашып отыр деп жайғастырды. Екеуміз біраз қаланы араладық. Донер алып, сусын, балмұздақ әперіп, кешімізді тамаша өткіздік. Бірінші рет өзімді еркін сезгендей болдым. Қанаттың жанында өзімді бақытты сезіндім. Бірінші рет жолықсақ та, оған деген жатырқау, ұялу, қысылу дегенді білмедім. Аспанда қалықтап ұшып жүргендей ерекше сезімде жүрдім. Бірақ көкіректе бір кірбің тұрды. Онымен ашық сөйлескім келді, бірақ бата алмадым. Қанатқа қарап қоямын. Көздерінде бір басқаша сөз айтып тұрғандай тұла бойым түршігіп кетті. Артық еш нәрсе демей, мен де ештеңе сұрамастан жүре бердім. Сағатты да қарағам. Үйге келсем сағат 2-ден кетіпті. Мәс саған деп таңқалып тұрғанда, әпкем есіктің алдына келіп, менің шашымды жұлып, бетімнен ұрып, әртүрлі жүргенішті сөздер айтып, әбден жанымды ауыртып, Қанаттың көзінше әбден ұятқа қалдырды. Қанат бәрі жақсы болады деп жақындай бергенде, әпкем араласпа деп оны да қуып жіберді. Қанат амалсыз маған аянышты көздерімен қарап кете барды. Әпкем мені үйге кіргізіп, төсегінде омалғыр деп есікті тарс жауып кетіп қалды. Таңертең жексенбі күні болғандықтан біраз ұйықтаймын деп ойлағанмын. Бірақ әпкем тағы да шу шығарып анамен сөйлесіп жатты. Байғұс анамның тамағынан ас өткізбей, елпілдеп осында жетіп келді. Әпкем неше түрлі әңгіме айтып, мені әбден жамандап жатыр. Дұрысын айтса да, дұрыс емесін айтса да, үндемей тек тыңдап отыра бердім. Ал анамның екі көзінен жас парлап ағып жатыр. Әпкем болса қояр емес. Қаңғыбас қызыңды алып кет, мен жауап бермеймін деп 2 бөлмелі квартираны басына көтерді. Анамның тоңған сіңілісі ғой. Неге сонша шу шығарған түсінбеймін. Ұрса неге маған ұрыспады? Анам байғұс маған қарап тұр. Мен шыдай алмадым. Жаспыз, қыдырамыз, жүреміз. Онда тұрған не бар? Енді сіздің бала шағаңызды асырап, үйіңізді жинап, құл болып жүрейін бе? Тудыңыз ба, өзіңіз қараңыз. Енді мүлде мұнда келмеймін деп, анамды жүктерімді жинап кетіп қалдым. Шықтым да қайда баратынымды білмедім. Аяла хабарласты. Оған мән жайды айтып бердім. Ол дереу жатақханаға кел деп өтінді. Анам екеуміз сонда қарай ұштық. Аяла таныс тәрбиешілермен сөйлесіп, мені жатақханаға орналастырды. Қалай қуанғанымды айтып жеткізе алмаймын. Анам да мәз. Орналасып көшіп болған соң анама шәй тамақ беріп, вокзалға шығарып салдық. Қанша жүзі жарқын болғанымен, көздерінде мұң бар ғой. Бауырымен ұрысып қалған соң бір түрлі болып тұрғаны анық көрініп тұр. Анамды шығарып болған соң жатақханаға келдік.
Аяла екеуміз отырып біраз әңгімелестік. Қанат туралы оған айтып бердім. Оған қалай ғашық болғанымды түсіндіріп жеткізе мүмкін емес еді. Әңгіме қылып отырғанымызда Қанат хабарласты. Дереу тұтқаны алдым. Жағдай сұрасып, қазір кездесуге шақырды. Жатақханаға көшіп кеткенімді айттым. Осы мекен жайды WhatsApp-ына жазып жіберіп едім, дереу келді. Екеуміз жолығып біраз қыдырдық. Өткен кеткенімізді, сырларымызды айтып, күлдік, ойнадық, кеш қарайып қалыпты. Жатақханаға кешкі 10-ға дейін барып керек. Сол себепті амалсыз қоштастық. Жатақханаға әкеліп тастады. Тәрбиешілер көріп қоймасын деп көлігін алыстау жерге тоқтатып, бері қарай жаяу келдім. Келсем, Аяла күтіп отыр екен. Менің сондай бақытты жүзімді көріп, Аяла да мәз. Біраз әңгіме қылып артынша ұйқыға жаттық. Таңертең тұрып, шайымызды іштік те оқуға қарай тарттық. Бір уақытта көрші колледждің алдында Қанаттың машинасын көрдім. Неге тұр деп қарап тұрмын. Жанына қарай бара жатқанымда колледжден музейде кірген қыз екеуі шығып келе жатыр. Қанат мені байқамады. Ал ол қыз байқап дереу Қанатқа жабыса бастады. Қанатта кетәрі емес, қошақтап қояды. Екеуі көлікке отырып, бір жаққа қарай кетіп қалды. Мен аң-таңмын. Аяла жүр деп сөйлеп келеді. Жаңа ғана не көрдім деп өзіме келе алмай жүрмін. Сонда екеумізбен де жүр ме екен? Сабаққа келіп отырдық. Оқуға деген құлшыныс жоқ. Бар ойым Қанатта. Телефонға қарап қоңырауын күттім. Әншейінде хабарлама жазып, хабарласа беретін. Неге телефонда үн жоқ деп өз миымды өзім ашта отырмын. Сабақ бітіп, шығып бара жатқанда әлгі қыз мені күтіп тұр екен. Танымағансып кете берейін деп едім, ол қыз тоқта деді. Бұл сөзіне ашуым шыққанымен таң қалдым. Бет жүзіне қарап едім, тіпті менсінбегенде кейіп танып тұр. Бір орындыққа келіп отырдық. Не айтары бар екен деп тосып тұрмын. Қанаттан күдеріңді үз, ол менікі. Сен қалайша менің 2 жыл бойы өзіме қарата алмай жүрген жанның 2-3 күннің ішінде жүрегін жаулап аламын деп ойлайсың ба? Деді. Мен де қарап қалмай, сүйгенді сүй, сүймегенге сүйкелме дегенді естуің бар шығар, сондықтан енді оған жолаушы болма, дедім. Мен де оңай адам емеспін. Осы сөзінен ақ екеуінің жай ғана дос екен түсініп, махаббатымызды сақтап қалу үшін аянбайтынымды түсіндім. Қанат хабарласып кездесуге шақырды. Күндегідей екеуміз қыдырып, әңгіме қылып жүрміз. Оған менен жасырып жүрген нәрсең болса бірден айт деген едім. Ол жасыратын ештеңем жоқ деп, тек сені кездестірген іс үшін Аллаға шексіз ризамын деді. Ол сөзі маған күш берді. Кездесіп болған соң жатақханаға келе жаттым. Алдымнан әлгі қыз шықты. Мені қайдан тауып алатынын білмеймін. Әйтеуір көзіме күйік болды. Қанаттың қасында неге жүрсің деп тоқ ете қалды. Ол менің жігітім деп бұрылдым да кетіп қалдым. Қанат екеуміз бір-бірімізді қатты жақсы көріп, болашағымыз жайлы жоспар құрып жүргендіктен ол қыз туралы мүлде ойламадым. Бір күні Қанаттың телефонына хабарлама келді. Әдетте мұндайды кинолардан көруші едім. Ал енді өмірімде. Қанат екеуі суретке түсіпті. Оны маған жіберген. Екеуі түнгі клубта жүр. Екеуі өлесілі мас. Қанат арақты аузыма алған емеспін деген. Мен бұл жайттан барлығынан түсіндім. Енді құр отырудан пайда жоқ. Аялаға жағдайды ескертіп, бүгін жатақханада болмаймын деп кеттім. Қанатқа қайта-қайта хабарластым, бірақ ол көтермеді. Қайдан іздестерімді білмедім. Ақырында телефонға жауап берді. Бірақ телефонды алған әлгі қыз. Бізді көргің келсе, мына мекен-жайға кел деді. Баруға батылым бармады. Жатақханаға қайтып кеттім. Сол күннен соң Қанаттан мүлдем хабар жоқ. 5 күндей уақыт өтті. Қатты мазасыздандым. Не де болса аман болсыншы деп тілеп жүрдім. Бір күні өзі хабарласып, әлгі қыз екеуінің арасындағы болған жағдайды айтып берді. Ол маған сусына дәрі қосыпты. Содан есімді білмеймін. Өзі мен оянған соң бәрін мойындады.
Сені әдейі келтірмекші болыпты. Жан жақты бәрінен шам жағып, типа романтикалық кеш болды деп ойласын депті. Ал сен келмеген соң ойы жүзеге аспаған. Ол да сені күтіп ұйықтап қалған. Таңертең мен оянып жан-жағыма қарап таң қалдым. Арамызда ештеңе болмаған, мені оны білемін. Ал ол мені көрмесін деп тез арада бәрін жинап жатыр екен. Мен барлығын көрдім. Мұны не үшін жасадың деп ақыры ойындағысын біліп алдым. Бірақ ол менен оңайшылықпен айырылатын түрі жоқ. Ата-анаммен танысамын деп қайтпай отыр. Екеуіңді де ата-анамен таныстыруға апарамын. Олар қайсысыңды қабылдайды, сол қызды үйге орамал жауып кіргіземін деді. Шынымды айтсам, таң қалдым. Қанат жүзімен қарап, кімнің үйге келін болып қадам басатынын өзіңде біліп тұрсың. Ата-анамның жүрегі сезеді, кімнің қандай адам екенін деді. Оның әрбір сөзі маған ерекше қолдау. Сондықтан болашақ ата-енемен танысу үшін дайындалдым. Бірінші Фирузаны апарды. Оны анасы кіре сала анасына сұрақтың астына алыпты. Шай құйысын сынап, сөйлегенін, отырысына қарап. Былай айтқанда ұнатпаған, ашық айтыпты. Одан соң мені алып барды. Есіктен кірген бетім сол еді, анасы келе ғой қызым деп, отырғызып, жақсы әңгімелерін айтып, жүзімді қуанышқа толтырды. Бірден құда түсіп сырға салу рәсімі болды. Үйден ұзатылып шықтым. Көп ұзамай тойымызда болды. Біраз уақыт өтті. Оқуымды бітіріп диплом алдым. 9 айдан соң шекесі торсықтай ұл бала дүниеге келді. Бір күні Қанаттың телефонына SMS келді. Ұлды болыпсың, құттықтаймын. Мен де күйеуге шықтым депті. Оған қуанғаныммен Қанат әлде онымен сөйлесіп жүрме деп қатты күмәндандым. Бірақ Қанат оны көріп қуанып кетті. Мазамды алып жүрет, ақыры кетіпті ғой деп. Көз алдымда нөмірін ауыстырып, оны блокқа тығып тастады. Оған мен де риза болдым. Нағашы әпкемнен кешірім сұрап, анам екеуін татуластырдым. Енді барлығы жақсы деген ниеттемін. Қазір екінші рет ата-ана атандық. Бір қыз, бір ұлымыз бар. Шүкір бақыттымыз. Алла басымызды айырмасын. Соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Аман болыңыздар.